Баршаларыңызға сәлем. Бүгін бізде эклердің рецептісі. Бұл рецептпен өте оңай дайындалады және дәмі де өте күшті, тәтті болып шығады. Рецепт сіздерге ұнайды деп сенемін, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен эклердің қамырын дайындау үшін бізге орташа отқа суды, майды және де шым-шым тұзды салып, жақсылап бір келкі масса шыққанша, яғни май толығымен ерігенше араластырамыз. Біздің майымыз суда толықтай еріп болғаннан кейін ұнды қосамыз. Дәл осы кезде тез-тез араластырып, қамыр шығаруымыз керек. Тез-тез араластырмасақ, біздің қамырымыз дұрыс шықпай қалады. Осылай қамырымыз бір келкі шыққаннан кейін бөлек құрғақ ыдысқа салып аламыз да 4 жұмыртқаны бір-бірден салып отырып араластырамыз. Жұмыртқалардың барлығын бірден салып жіберетін болсаңыздар, қамыр іртік-іртік болып дұрыс араласпай қалады. Бір-бірден салып отырсақ, осындай әдемі қоймалжың масса алатын боламыз. Мінекей бізде осындай қоймалжың масса шықты. Енді осы қамырымызды кондитерлік мешокқа салып аламыз. Одан кейін пергамент қағазына өзімізге керекті пішінде сопа қылсақ та, немесе дөңгелек қылсақ та, өзімізге керекті пішінде осылай насадканың көмегімен салып аламыз, және де шеттерін қолымызды сулап тұрып, жайлап дұрыстап жіберсек болады. 25 градуста 25 минутта 200 градуста пісіп шығады. Дәл осылай өте әдемі пышный болып шығады. Енді осы эклерлеріміздің ішіне салатын кремімізді дайындаймыз. Менде бүгін крем маймен сгущенка болды, бірақ заварной крем немесе басқа да түрлі кремдерді сала берсек болады. Бөлме температурасындағы сары майды жақсылап миксермен араластырып аламыз. Одан кейін барып сгущенка салып, толығымен миксермен араластырамыз. Бір келкін қоймалжың масса шыққанша араластырамыз. Мен кремге 2 ас қасықтай сахарная пудра қосып жібердім, бірақ бұл міндетті емес, қоспай қойсаңыздар да тәтті крем шығады. Одан кейін дайын болған кремді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Одан кейін жаңағы дайын болған эклерлеріміздің бір шетін пышақпен жайлап тесіп, кремімізді ішін креммен толтыратын боламыз. Енді эклерлеріміздің бетін әрлеу үшін осылай шоколадты ерітіп, өзіміздің қалауымызша сәндесек болады. Мен қазақстан шоколадын алып ерітіп, дәл осылай мешокқа салып, бетін әдеміледім. Бізде осындай керемет, әдемі, дәмі де өте тәтті болып шыққан эклерлер дайын. Бетіне қалауыңызша сахарная пудра сепсеңіздер болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, пайдалы болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.